بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Құрметті бауырлар, қадірменді тыңдарман қауым, біз имам ан-Науауидің Риядус-Салихин еңбегінен таңдаулы тарауларды оқуды одан әрі жалғастырамыз. Әрі біз бүгін, альхамдулилля, Аллахтың мейірімімен Рамазан айында Китабул Иътикафқа жетіп келдік. Яғни иътикаф мешітте оңашалану құлшылық үшін кітабы. Және осы кітапта шейх имам ан-Науауи келесі келтіретін 232-ші тарау Бабул Иътикаф фи Рамадан дейді. Рамазан айында иътикаф жасау туралы тарау дейді. Содан кейін шейх осы тарауда 3 хадис келтіреді. Оның біріншісі Ибн Омардан, яғни Абдуллах ибн Омардан, Аллах және оған және оның әкесіне разы болсын, жеткізілетін хадисте: Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам я'такифу ал-ашра ал-ауахира мин Рамадан. Муттафақун алейх. Яғни Ибн Омар, Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айының соңғы 10 күнінде мешітте ғибадат үшін оңашаланатын, яғни иътикаф жасайтын деген хадис. Және бұл хадисті Бухари мен Муслим келтіреді дейді. Содан кейін келесі хадис: Уан Айшата радиаллаху анха анна набия саллаллаху алейхи вассалам я'такифул ашрал ауахира мин Рамадан. Айша анамыздан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазанның соңғы 10 күнін иътикафта өткізетін. Хатта Тауаффахуллаху та'аля, тіпті оны Алла тағала өзіне алып кеткенге дейін жалғасты дейді. Сумма атакафа азважуху мин бa'ди. Әрі ол қайтыс болғаннан кейін саллаллаху алейхи вассалам оның әйелдері де иътикаф жасайтын болды дейді. Муттафақун алейх. Бұл да Бухари мен Муслимде келтірілетін сенімді хадис. Келесі хадис 1270 хадис: Ван Аби Хурайрата радиаллаху анху қал: Кана набию саллаллаху алейхи вассалам я'такифу фи кулли Рамадан 10 айям дейді. Абу Хурайрадан жеткізілетін хадисте ол, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрбір Рамазан айында 10 күн иътикаф жасайтын, яғни мешітте ғибадат үшін оңашаланатын. Фаламма кана ал-аму аллази қубида фихи иътакафа 20 яуман. Әрі ол қайтыс болатын жылы, сол жылы ол 10 күн емес 20 күн иътикаф жасады дейді. Бұл хадисті де имам аль-Бухари келтіреді. Шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин, Аллах оны рахымына бөлесін, осы бапқа және осы хадистерге шарх жасап, әл-иътикаф лузумул масжиди ли таатиллахи азза ва джал дейді. Иътикаф дегеніміз бұл адамның мешітте оңашаланып, сол мешіттен шықпай кетпей, Аллах тағалаға бағыну үшін сол жерде отыруы дейді. Сол жерде болуы, тастап шықпау. Ва хуа машруун фил ашрил ауахири мин Рамадан дейді. Әрі ол Рамазанның соңғы 10 күнінде ол иътикаф жасау шариғатта орнатылған, бекітілген дейді. Лианна набия саллаллаху алейхи вассалам كان يعتكف العشر أو أول ليلة ثم يعتكف العشر الأوسط يتحرى ليلة القدر ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فصار يعتكف العشر الأواخر дейді. Алдында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айының бірінші 10 күнінде иътикаф жасайтын дейді. Кейін оның ортаңғы 10 күнінде иътикаф жасайтын болды дейді. Қадір түнін іздеп, қадір түні осы кезде болатын шығар деп дейді. Бірақ кейін оған Алла тағаладан уахи етілді, яғни уахи түсті. Бұл қадір түні Рамазан айының соңғы 10 түнінің бірі деген. Содан кейін ол Рамазан айының соңғы 10 түнінде иътикаф жасайтын болды дейді. وبهذا عرفنا أنه لا يشرع الاعتكاف في غير رمضان дейді. Әрі осыдан біз нені түсінеміз дейді? Иътикаф жасау Рамазан айынан басқа кезде шариғат етіп бекітілмеген дейді. وأن ما ذكره بعض العلماء من أنه ينبغي للإنسان إذا قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة مكثه فيه
қаулун ла далила алейх дейді. Сондықтан да кейбір ғалымдардың айтып жатқан сөздері, яғни адам егер мешітке бара жатып, сол мешітте белгілі бір уақыт Аллахпен оңашаланып отырам және сол жерде болам деп осыны иатикаф деп ниеттенсе, осы иатикаф болып табылады деген сөзінде ешқандай дәлел жоқ дейді. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرحه لأمته дейді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұндай нәрсені өзінің үмметіне шариғат етіп орнатпады дейді. لا بقوله ولا بفعله يعني لم يقل للناس إذا دخلتم المسجد فانؤوا الاعتكاف فيه في أي وقت дейді. في أي وقت дейді. Yani пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұны өзінің сөзімен де, өзінің ісімен де бекіткен жоқ, орнатқан жоқ бұндай істі. Яғни ол ешбіреуге, ей адамдар, егер мешітке келсеңдер, онда осында ихтикаф жасаймын деп ниеттеніңдер деп айтқан жоқ дейді. Уәләм якун яф'ал залика хуа бинafsihi дейді. Және ол осыны өзі де істеген жоқ дейді. Ва иннама кана я'такифу фил ашрил ауахири тахарриян ли лейлатил қадр дейді. Ол ихтикафты тек қана Рамазан айының соңғы 10 күнінде жасайтын, және осыдағы оның мақсаты не еді? Қадір түнін іздеу еді. Яғни қадір түні, сол түнді не істеу? Сол 10 күннің ішінен іздеу. Валихада янбағи лил муътакифи алла яштағила илля биттаа дейді. Мин салатин ва қираатил Құр'ани ва зикрин хатта تعليم العلم قال العلماء لا ينبغي للمعتكف أن يشتغل بتعليم العلم дейді. Әрі сондықтан да дейді, бұдан алатын пайдамыз дейді, мешітке иатикаф үшін оңашалануға, Аллахқа ғибадат жасауға оңашаланып мешіттен шықпай ниеттенген адам, ол басқа еш нәрсемен айналыспау керек. Әрі ол Аллахқа бағынушылық, яғни құлшылық істерінен басқа өзін басқа еш нәрсеге істемеу керек, бөлмеу керек. Намазға, Құран оқуға, Аллахты зікір етуге бүкіл уақыты осындай нәрсеге. Тіпті кейбір ғалымдар айтады дейді, тіпті иатикафқа кірген адам, ол сол мешіттің ішіндегі білім мәжілістеріне де баруына болмайды. Яғни білім мәжілістеріне де қатысуға болмайды дейді. Ла янбағи лил-муътакифи ан яштағила би та'лимил илм. Яғни ол өзінің иатикафынан білім алумен не істеуге, басқа жаққа өзінің иатикафынан, құлшылық ибадатынан көңілін бұруына болмайды дейді. Бәл юқбилу аля ибадатис ал-хасса дейді. Яғни ол керісінше ол не істеу керек дейді? Ол ғибадатқа толық өзін бағыштап, тек қана осымен ғана айналысу керек дейді. Осыған ерекшелеу керек дейді. Лианна хаза заман махсусун лил ибадати ал-хасса дейді. Өйткені міне осы уақыт, иатикафқа уақыт, ол тек қана ғибадатқа берілу керек болған уақыт. Сондықтан да осы күні көптеген бауырларымыздың, Алла тағала біздің барлығымызға хидаят берсін, Алла тағала бауырларымыздың ниеттерін қабыл етсін, жасап жатқан иатикафтарын қабыл етсін. Бірақ әлде бір нәрсе Аллахтың алдында қабыл болу үшін ол сүннетке сәйкес болу керек, және шын ықыласпен Аллах үшін болу керек. Сүннетке сәйкес болу керек деген сөз, және ықыласты болу керек деген сөз, иатикаф бұл адамның құр мешітке кіріп Рамазанның соңғы айында ол жерде не істесе де істеу емес, жоқ. Ол мешітке не мақсатпен кіреді? Қадір түнін не істеумен, көріп, яғни ұстап үлгерумен. Не сол қадір түнін өткізіп алмау үшін. Және оның мақсаты, ниеті Аллах тағалаға оңашаланып, басқа нәрсенің барлығын қойып, дүниелік істерді, сауданы, отбасын, достарын, қолындағы телефонын, басқа нәрсенің барлығын қойып, өзін Аллахқа құлшылық, ғибадатқа бағыштау керек. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның иатикафы қандай еді? Тек қана ол мешітте ғана емес, мешіттің ішінен өзіне кішкентай ғана шатыр тігуді бұйыратын. Және сол шатырдың ішіне кіретінде, сол шатырдың ішінде Аллахпен оңаша болып,
Аллахпен оңашаланып құлшылық ғибадат жасайтын, Аллахты зікір ететін. Міне ғибадатқа, этикафқа кіретін адамда дәл осындай болу керек. Егер тіпті ода шатыр тігуге мүмкіндік болмаса да, ол барынша өзінің этикафын тек өзімен Аллахтың арасында өтетіндей қылып, басқа нәрсеге көңілі бұрылмайтындай қылып өткізу керек. Ал бүгінгі күні Аллах рахым еткен дерден басқалары істеп жүрген көптеген адамдардың этикафқа, тіпті харам мешітіне келіп, осы жерде әңгіме дүкен қылып, былайша қараған кезде бір не деп айтады, баяғыда бір пионерский лагерь деген болатын еді ғой, барлығы сол жаққа жиналып, сол жерде бір жақсы көңіл көтеріп, әңгіме айтып, бір демалып қайтып, қатын бала шағадан дегендей, ол болмайды. Ол адам этикафқа тек Аллах тағалаға құлшылық ету үшін кіреді. Сондықтан да этикафқа кіретін кезде телефоныңды өшіріп таста. Адам егер мешіттің ішінде отырып, тіпті этикафта болмаған кезде телефонның ішінен әлде бір жаман нәрселер көретін болса, немесе басқа бір қажетсіз нәрселер көретін болса, ол сонысымен мешіттің әдебін бұзған болады. Неге? Өйткені мешіт ол Аллах зікір етілетін үй. Ол мешітте отырып сауда жасауға болмайды. Мешітте отырып әңгіме дүкен құруға болмайды. Сондықтан да адам мешіттің ішінде отырып, әрі этикафқа кіріп, сол жерде анаумен бір суретке түсіп, мынаумен бір суретке түсіп, кейбір бауырларымыз мысалы өзі анау Меккеде отыр, бірақ бүгін пакистандықтармен суретке түстім, кеше мен филиппиндық бауырлармен суретке түстім этикафта, ертең индонезиялық бауырлармен суретке түсетін болам, одан кейін тағы үндістермен суретке түсем деп, сөйтіп әрбір күнін суретке түсумен өткізіп, сосын соны өзінің әлеуметтік желілерінде таратып, міне мен этикаф жасап жатырмын. Бұл этикаф болып табылмайды. Этикаф сен Аллахпен оңашаланып, барлық нәрсені қойып, бұны шын ықыласпен адамдарға көрсету үшін емес, рия үшін емес, жариялау үшін емес, жалғыз Аллахқа арнап істеуің керек. Міне осы сенің этикафыңның қабыл болуының бірінші шарты, яғни ықыластылық Аллах үшін деген. Екіншісі сүннетке сәйкес болу керек. Сүннетке сәйкес пайғамбарымыз не істейтін? Оңашаланады. Тіпті мешіттің ішінде шатыр тігетін өзіне. Не үшін? Басқа нәрсеге көңілі бұрылмау үшін. Міне сенің де этикафың шейх айтпақшы, Құран оқудан, намаз оқудан, Аллахты зікір етуден, Аллах туралы ой пікір құрудан, ақырет туралы ойлаудан, бұл не өткінші екендігін ойлаудан, ақыретті есіңе салудан, міне сондай нәрсемен сенің ойың, жүрегің барлығын осының барлығы тек осыған ғана бағышталу керек дейді. Содан кейін ولا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه дейді. Әрі i'тикаф жасайтын адамға дейді шейх айтады, мешіттен тек қана бір аса қажетті болмаған нәрсе болмаса, басқа себептермен шығуына болмайды дейді. كأن يكون ليس عنده من يأتي له بالطعام والشراب дейді. فيخرج ليأكل ويشرب дейді. Мысалы, оған тамақ алып келетін адам болмаса, оған ізінен тамақ алып келеді ғой этикафқа. Сондай адамы болмаса, оған тамақ алып келетін ешкім, онда ол тамақ жеуге және сусын ішуге шығуына болады дейді. Бұл қажеттілік дейді. Ау яхтажу иля хуружи ли қадаил хажати дейді. Немесе ол өзінің әжетін өтеуге шығуға мұқтаж дейді. Сол кезде ол шығады дейді. Ау яхтажу иля хуружи мин ажли ғуслил жанаба дейді. Немесе ол жүніп болып қалса, мешітте мысалы түс көріп басқа қылып, онда сол жүніптіктен ғұсыл алу керек болатын болса, сол ғұсыл алуға шығуына болады дейді. Уама ашбаха залик, немесе осы сияқты нәрселерге. Ау яхтажу лил хуружи ли каунихи фи масджидин ғайри жамиин дейді. Файядхабу илал джума дейді. Немесе ол мынау жамия, масджид жамия деп, мысалы жұма намазы оқылатын үлкен мешіттер айтылады. Егер ол ондай мешітте болмайтын болса, басқаша кіші мешіттерде болатын болса, онда ол жұма намазына барып оқып келу үшін, басқа мешітте жұма намазын оқып келу үшін соған шығуына болады дейді. Әл-мухимму аннал муътакифа ла яхруджу минал масджид дейді. Ал енді тоғытерін айтқанда, i'тикаф жасайтын адам ол мешіттен шықпау керек дейді. Илля ли шайин ла будда лаху минх дейді. Шаран ау табан дейді. Ол міндетті түрде енді шықпаса болмайтын, мысалы шариғат бұйырылған нәрсе, мысалы жұма намазға бару керек, немесе өзінің табиғи қажеттіліктерін өтеу үшін, мысалы тамақ жеу керек адам,
немесе мысалы басқа да сондай табиғи қажеттіліктермен шығуына болады дейді. Сумма дейді шейх, содан кейін дейді, иннаху янбағи лил муътакифи иза жааху ахадун юриду ан яштағилаху бил калами лагви аллази ла фаидата минху ан яқула лаху я ахи ана муътакиф дейді. Әрі i'тикаф жасайтын адамға тіпті оны біреу сол i'тикаф кезінде оған қасына келіп, оны зиярат етіп қал жағдайын білейін деп келетін болса да, егер ол оның қасына отырып және осы құлшылық ғибадаттан оны алаңдатып бос әңгіме айтып отыратын болса, онда ол оған ескерту керек дейді. Уа бауырым, мен i'тикафтамын деп дейді. Имма ан туайнани аля таати уа илля фабғуд анни дейді. Не маған Аллахқа құлшылық етуге, мойынсұнушылыққа көмектес, яғни соған сәйкес әңгімең болатын болса айт, немесе онда мені қалдыра қой. Аллаху тағала ла ястахи минал хақ. Яғни Алла тағала хақты, шындықты айтудан ұялмайды дейді. Ва аммал джулусу ал ясиру индал муътакифи вал тахаддусу ясиру илейхи фахада ла бәса бих дейді. Ал енді i'тикаф жасайтын адамның жанында кішігірім уақыт болып, онымен әңгімелесуде бұда ешқандай айыпты нәрсе жоқ дейді. Анна набия саллаллаху алейхи уассалам кәна ястақбилу нисаъ дейді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ол i'тикаф жасайтын кезде оның әйелдері, яғни аналарымыз келетін, зиярат жасап, және ол солармен кішкене әңгімелесіп тұратын дейді. Ва хуа муътакифун фаятахаддасу илейхинна дейді. Және ол муътакиф, яғни i'тикаф жасаушы бола тұра олармен сөйлесетін дейді. Яғни әйелімен келсе, бала шағасы келсе, оны зиярат етіп, олармен шығып сөйлессе, мешіттің қасына ода тұрған, бірақ не үшін? Қажет нәрсемен, қажетсіз бос сөз айтуға болмайды. Аллахул муаффиқ дейді. Ал Аллах тура жолмен жүргізуші және тура жолға салушы дейді. Сонымен осы жерде шейхтің сөзін аяқтағаннан кейін шын ықыластылықтан Алла тағала бізге де i'тикаф жасауды бұйырсын. Әрі осы ұлы ғибадатты шын ықыласпен және сүннетке сәйкес өткізуімізді нәсіп етсін деп тілек айтып, содан кейін i'тикаф жасағысы келетіндерге қысқа ғана насихат айтқымыз келеді. Оңашалану кезінде i'тикаф үшін берілетін сауапты жоғалтпау үшін дүниелік істерді шешумен, сауда келісім шарттарын жасасумен айналыспау керек. Ұйқыда артық кетушілікке жол беруге болмайды. Яғни i'тикаф оңашаланып жатырмын ғой, яғни ең бастысы мешіттің ішіндемін ғой деп, мысалы уақыттың көбін ұйқымен өткізіп, сөйтуге де болмайды. Өйткені сен құлшылық ғибадат үшін санаулы күндерге ғана оңашаланып жатсың. Бос сөзге салынбау керек. Әңгіме дүкен құрылып, басқа қасындағы адамдармен, керісінше осы ұлы түндерде Аллахқа құлшылық етуде көбірек ынта таныту керек. Өйткені әрбір соңғы 10 түннің әрбірі қадір түні болуы мүмкін, және ондағы әрбір айтылған сөз зікір болсын, оқылған Құранда, құлшылық ғибадатта, ол осы түннің өзі басқа түндердің мысалы қаншалықты ұлы дәрежесі болғандай, 1000 айға артық болғандай, ондағы жасаған ғибадаттарда дәл сол 1000 айдағыдай сауапқа ие болады. Сондай-ақ i'тикафта айта кететін тағы бір жағдай, көптеген бауырлар мешітте болған кезінде әлде бір жанындағы бауырларға байланысты бір кешірімділікпен, кішіпейілділікпен, мысалы орынға таласып қалады, немесе біріне бірі бір көмектескісі келмейді, немесе бір сондай бір мұсылман адамдарға жараспайтын қылықтарды істеп жатады. Бұның барлығы дұрыс емес нәрсе. Әрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мынау расында мен үшін бауырымның әлде бір мұқтаждығында, қажеттілігінде оған көмекке бару, осы жерде i'тикаф жасаудан мен үшін жақсы деген. Мен үшін осы i'тикаф жасаудан жақсы деген. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұсылмандардың арасындағы бауырластықты жоғары орынға қойды. Әрі сенің i'тикафың сенімен Аллахтың арасында ол жеке ғибадат. Ал бауырластық, басқа жаныңдағы мұсылмандарға бауырластығыңды танытып, кішіпейілдігіңді танытып, әрдайым оларға ықыласты болу, әрі оларға көмектесуге дайын болу, бұл қоғамдық пайданы тигізетін. Ал қоғамдық пайдаға шариғатта жеке пайдадан басымдылық беріледі. Яғни қоғамдық пайда бірінші кезекке қойылады. Сондықтан да бауырлар бір-біріне деген осы бауырластықты, бір-біріне деген ашулануды, ренжісуді i'тикаф кезінде бұның барлығы i'тикаф пен Аллахқа құлшылық етумен сыйыспайтын
нәрсе болып табылады. Аса жоғары Раббымыздан бізге оқыған білгендерімізді пайдалы етуін, біздің өзімізді осы оқыған білгендерімізге амал ететін салиқалы құлдарынан етуін сұраймыз. Әрі бізге де бүкіл мұсылман бауырларымызға да, әпке қарындастарымызға да мынау Рамазан айында Аллахтың алдында қабыл болатын құлшылықтар, игі істер нәсіп етуін сұраймыз. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.